Құрметті достар, сағат тілі 13:00-ге барды, яғни бұл дегеніміз парадқа қатысушылар дайындықтарын аяқтап түскі асқа келді. Далалық ас үй, бұл жерде мыңдаған, жүздеген әскери қызметшілер, оның ішінде мерзімді қызметтегі сарбаздарымыз да тамақтанады. Қолдарына қару емес, қастық ұстаған сарбаздармен бізде бірге түстенуді жөн көрдік. Бірінші тамағымыз. Рахмет үлкен. Мына жерге отырсам бола ма? Астарын дәмді болсын. Сарбаздар саппен кезекке тұрып ас мәзірін асыға күтуде. Бүгінгі түскі ас мәзірінде үрме бұршақтан жасалған ыстық сорпа, қуырдақ, нан және әрине тәтті шай, компот пен шоколад. Тамақтану кезінде сарбаздар өзара әңгімелесіп бір сәтке болсын. Күнделікті тәртіптен босап, еркін тыныстап қалады. Бізде Шымкент гарнизонынан келген сарбазымызды сөзге тарттық. Қай жақтансыңдар? Мен Шымкенттен. Ақтау. Сен? Алматы облысы. Алматы облысы. Бәрі жан жақтан келіпсіңдер ғой. Дайындық қалай жүріп жатыр парадқа? Дайынсыңдар ма? Дайындық жақсы. 2 апта болды уже. Менің сарбаздарымыз таңертеңнен кешке дейін күнінен 7 сағат бойы алаңда саптық жүріспен жүретін болса, осындай құнарлы тамақтардың арқасында олар керісінше шыңдалып мықты бола түсетін сияқты. Онда парадқа қатысу қатысып отқан барлығына мақтаныш қой. Былайша өзім келе жатқан кезде, армияға әскери шақырылған кезде, сол кезде ойлағам, биыл 80 жылғы парадта жеңіске құдай қаласа. Парадқа қатыссам, үлкен мақтаныш деп ойлағам. Сол енді сол кезде ниетім тура болған сияқты қабыл болып, Астана парадқа келіп отырмын. Жалпы кейін қайтқаннан достарыма да барлығына үлкен мақтаныш айтыламын бұл жағдайда. Тамақтану уақыты жақындаған кезде осы шатырдың артында қызу жұмыс басталады. Ас даярлауға қажетті заттар тазаланып, өлшеніп дайындалады. Қатысушыларға арналған ыстық тағам арнайы жылжымалы КП 130 далалық асханасында дайындалады. Өзі ықшамды, мобильді әрі сенімді техника бір уақытта 100-ден астам адамға ас даярлауға қауқарлы. Аспаздар таңның атысымен жұмысқа кірісіп, күн ұясына батқанға дейін сарбаздарға қажетті мөлшерде дәмді әрі құнарлы тағам ұсынады. Біз осы әскер солдаттарына осы 7 мамырға парадымызға осындай таңғы 5-тен тұрып солдаттарға ас әзірлейміз. Күнделікті осы қазан ошақтың басында кешкі 10-ға дейін. Шатырлы қалашықта дәл осындай 11 тағам даярлайтын орын бар. Үлеске көптеген өзгертулер енгізілген. Біз оқып жүргенде мысал үшін ірімшік, сүзбе, қаймақ деген атаулар болмайтын. Қазір оның бәрі қосылған, үлестің атаулары қазір көбейген. Сонымен қоса осы жерде қазір беріп отырмыз кейбір далалық жағдайда беруге болмайтын азық-түліктің орнын үлесте сәйкес ауыстырма жасап, шоколад беріліп отыр. Мысал үшін осы жерде күніне бір шоколад жеп отыр жеке құрам. Мерзімді әскери қызметкерлер барлығы олар қазандық үлесте, бұйрық бойынша қазандық үлесте тұр, олар тегін тамақтанады. Түстеніп болған соң сарбаздар тынығып, кейін жаттығуларын қайта бастайды. Себебі алда үлкен мереке келе жатыр. Жауынгерлердің басты міндеті салтанатты парадта ел абыройын асқақтату. Ал олардың күш-қуаты сапалы әрі уақытылы дайындалатын астан басталады. Дина Төлеубекова, Жандар Канапянов, арнайы әскери шеру күнделігіне.